Алаяқтықтың жаңа схемасы. Тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға тұрғын үй қоры жұмысшыларының атынан хабарласып, кезегіңізді жылжытып береміз, жалдамалы пәтер алып береміз, ипотека рәсімдеуге көмектесеміз, сол үшін сізден арнайы код қажет немесе арнайы шот ашып, комиссия төлеңіз деген жайттар жиілеп кетті. Ескерту: тұрғын үй қоры жұмысшылары сізге ешқашан бірінші болып хабарласпайды. Хабарласа да SMS код сұратпайды және арнайы шот ашып, комиссия төлеуді талап етпейді. Бұл видеоны барлық таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіздер, алаяқтарға алданып қалмасын. 19 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Байқа алаяқ атты кино жарық көреді. Бұл кинода алаяқтықтың барлық схемасын айқын түрде көрсетеді. Міндетті түрде барыңыз, өзіңізбен бірге ата-анаңызды, балаларыңызды апарыңыздар. Алаяқтарға алданып қалмайық. Телефоныңызға SMS код жіберіп қойдым, соны маған айта аласыз ба? Келді. 0306. Мынау несі? Ақша қайда? Папа, что там? Бақша жібердің ғой саған? Сен сонда балалардың жинаған ақшасын жоғалтып алдың ба? Менің ақшамды ұрлаған сенсің. Мынау мұздай ғой аға. Ин алып келейін, тырнағының астына тығамыз. Болмаса, пакет алып келейін, басына кигізіп тұншықтырамыз. Аға, жеңгем жауыз ғой, қалай тұрып жатсың мен?